27-ші есеп. 2 бөлінген 4х тең 5 бөлінген 2y теңдігін пайдаланып, y бөлінген x-ті табыңыз дейді. Біз бұны жазып алайық. 2 бөлінген 4х тең 5 бөлінген 2y. Бұл бізде пропорция. Ал біз пропорцияның қасиетін білеміз. Оның ортаңғы мүшелерінің көбейтіндісі шеткі мүшелерінің көбейтіндісіне тең. Яғни 2-ні көбейтеміз 2y-ға, ол тең болады 4х-ті көбейтеміз 5-ке. Осы жерден 4y тең 20x шығады. Екі жағында 4-ке қысқартсақ, y тең 5x болады. Ал бізге y-тің x-ға қатынасын табу керек. Y-тің орнына, қазір жазбайық, y бөлінген x-ті табу керек. Y-тің орнына 5x-ті жазамыз, және x-тің орнына x-ті жазамыз. Бұл бізге 5-ті береді. Сонда нұсқалардың ішіндегі дұрысы Б нұсқасы.